2023 жылы сарафанка арқылы маған бір қыз декретке шығуға келеді. Декретке шығарамын. Одан кейін менің жұмысымды көріп, мамасының ИП-сін жауап беріңіз дейді. Общеустановленный режимдегі оны жауап беремін. И одан кейін осы қыз маған 2025 жылы қайттан келеді. И біз клиника ашып жатырмыз, сосын аптека ашып жатырмыз. Соған туу ашып беріңіз деді. Сонымен мен 2 туу ашып бердім. Ары қарай первичный документы, одан кейін жаңағыдай уставной капиталы бар, осындай документтердің барлығын дайындап бердім. И содан кейін ол кісілерге айттым, давайте туыларыңыз маған ведениеға беріңіздер дедім. И ведение қанша болатынын айттым. Олар айтты, бізге пока қажеті жоқ, өйткені біз клиниканы енді ашып жатырмыз, содан кейін расходтарымыз көп болып жатыр. Бізге бұл қымбат болып кетеді деді. Ну, ладно дедім. Одан кейін ай сайынға істелініп жатқан жұмыстарын, мысалы зарплата есептеу, оны төлемдерін төлеп беру, еңбек газетке тіркеу, ары қарай ежеквартальный отчеттары бар, годовой отчеты бар, солардың әрқайсысына жеке-жеке өзімнің қызмет ақымды алдым. То есть ақшамды айттым, осынша болады, мынанша болады деп. И қараса уже олардың ақшасы прям көп кетіп жатыр. Әр услугаға. Содан кейін мен ол кісілерге айттым, давайте лучше өздеріңіз үйреніп алыңыздар. Осы именно туу жүргізуді, бухгалтериясын. Ары қарайда сіздер бухгалтер алатын болсаңыздар да, сіздер олардың жұмысын қадағалап отыру үшін туыны жүргізуді білулеріңіз керек деп. И ол кісі келіседі. Сонымен біз осы понедельниктен бастап обучениені бастап кеттік туыны жүргізу бойынша. Бүгін міне бізде 2-ші сабақ аяқталды. Егер де сіздерде де осындай өздеріңіздің ИП туыларыңыз бар болатын болса, сіздер де өздеріңіз осы ИП туыны жүргізуді үйрене аласыздар. Ол үшін маған жазсаңыздар болады. Мен сіздерге ИП туы бойынша жеке сабақ үйрете аламын.